Үкіметтің арнайы қаулысымен 10 тамыз Абай күні болып бекітіліп, мемлекеттік мерекелер күнтізбесіне енгізілді. Ұлы ақын, ғұлама, ойшыл, ағартушы, аудармашы, композитор, қазақ халқының маңдайына біткен бірегей тұлға. Абай Құнанбаевтың туылған күні ұлтымыз үшін ұлық мереке саналары сөзсіз. Ұлы ақын қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы. Абай Құнанбаев 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келді. Абай мұрасын дәріптеп насихаттау әр қазақтың міндеті. Ұлы Абайдың мұрасы, өлеңдері мен қара сөздері сарқылмайтын қазына болып саналады. Көкшетау қаласында Абай Құнанбаевтың атында көше мен білім ошағы бар. Сондай-ақ хакімге арналған архитектуралық композиция 2021 жылы Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжінің алдында орнатылды. Ұлы ақынның мүсінін қоғам қайраткері, журналист Арман Шораев тарту еткен болатын. Мүсіннің авторы қырғыз елінің мүсіншісі Тамила Маматова. Абай күні ғылым мен білімнің шырағы жанған күн деп бекер айтылмаса керек. Абай тұтастай адамзат ой танымын жаңғыртуға жол сілтеген шамшырақ, әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Жаңа заманның, өркениеттің бастауы болған, қоғамдық сананың ілгерілеуіне қызмет еткен Абай болмысы қашанып үлгі. Баршаңызды рухани мереке Абай күнімен шын жүректен құттықтаймыз.